Аралас жекпе-жекте жауынгерлер арасында достық жақсы дамыған. Олар бір-біріне қолдау көрсетіп, әрдайым қорған болып жүреді. Алайда UFC чемпиондық белбеуі мен ақша рөл ойнағанда достық ұмытылып, жаулық басталуы мүмкін. UFC бұл бизнес, ал бизнес бар жерде достық ұзаққа бармайды деп Absolute Promotion'ның президенті Дана Уайт айтып келеді. UFC тарихында кеше ғана дос болып, бір нанды бөлісіп жеген жауынгерлер келесі күні конференцияда бірін-бірі боқтап, жекпе-жекті аямай ұрып соғуға дейін барады. Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, сіздермен бірге Азамат MMA арнасы және де бүгін біз топ 5 жауларға айналған достар жайлы сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Және де біздің Азамат MMA телеграм арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі сол жерде сіз UFC мен бокстың тікелей эфирін тегін көре аласыздар. Сонымен қатар әлемдік және де жергілікті MMA мен бокс жаңалықтар салынып тұрады. Сондықтан сол жақта сіздерді күтетін боламыз. Ал біз бастаймыз. Біздің топта ашып отырған Конор Макгрегор және де Хабиб Нурмагомедов. Бүкіл UFC тарихындағы қас жаулар кезінде бірін-бірі қолдап жүрген достар еді. 2013 жылы Конор жартылай жеңіл салмаққа чемпиондыққа жол ашып бастады, ал Хабиб өзінің екінші жекпе-жегін өткізіп жатқан. 2014 жылы Хабиб ауыр жарақат алып, UFC 178 турниріне қатыса алмады. Ал Конор октагонда өнер көрсетіп, Дастин Порьені нокаутпен жеңген болатын. Сол жекпе-жектен соң Хабиб Конордың қасына барып суретке түсіп, болашақ чемпион деп Инстаграмға пост шығарған еді. Сол кезде екі жауынгер твиттерде бірін-бірі мақтап қолдап келді. Тіпті екеуі бірігіп, командалар арасындағы оқу-жаттығуларын өткізгісі келді. Алайда бұл болмай қалды. Себебі Конор Макгрегор жеңіл салмаққа ауысып, чемпиондыққа басты үміткер ретінде Хабибтің басты қарсыласы атанды. Бұл сәтте Хабиб ауыр жарақаттан қайта оралып жатырған еді. Екі жауынгер арасындағы қарым-қатынас 2016 жылдың соңында күрт өзгерді. Себебі Конор жеңіл салмақтың чемпионы Эдди Альвареспен жекпе-жек өткізді. Содан UFC тарихындағы ең басты қарсыластың орнын алды. Бұның арқасында 2018 жылдың қазан айында UFC тарихындағы ең табысты жекпе-жек орын алды. Есіңізде болса, сол жекпе-жекте Хабиб жеңіске жетіп, Конордың топ жауынгер ретіндегі мансабын аяқтаған болатын. Бірақ әлі күнге дейін Конор қайта оралып, чемпиондыққа таласуға тырысып келе жатыр. Келесі орында Рашад Эванс пен Джон Джонс. Рашад Эванс Джексонвилл қаласында орналасқан Грег Джексон залының басты жұлдызы болатын. Осы Black Zillions командасына жас талант Джон Джонс қосылады дегенде Рашад Эванс қарсы болған. Себебі Рашад сол кезде жартылай ауыр салмақтың чемпионы болатын. Және де өзімен бір салмақта өнер көрсететін талантты жауынгерді көргісі келмеді. Алайда бапкерлердің айтуы бойынша Джон Джонс Рашад Эвансқа қарсы жекпе-жек өткізбей, ары қарай дамуына көмектесетін дос болады деген еді. Эванс бұған сеніп, Джонс екеуі жақсы дос болып, бірге спаррингтер өткізетін. Екі дос бір-біріне көмектесіп, қолдап жүрген. Бірақ Джон Джонс бір сұхбатында кез келген адаммен жекпе-жек өткізуге дайынмын. Маған тек чемпиондық белбеу керек деген болатын. Біраз уақыттан соң екі дос ұрысып, UFC басшылығына жекпе-жек өткізуге дайын екендерін айтқан еді. 2012 жылдың сәуірінде UFC 145 турнирін Джон Джонс пен Рашад Эванс басқарған болатын. Бұл жекпе-жекте Джонс өзінің керемет күйін көрсетіп, төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Бұдан соң Рашад Эванстың мансабы кіл жеңілістерге тола бастады. Ал Джон Джонс өзінің атаңызға айналған мансабын құрастыра бастады. Топымыздың қола жүлдесін атаңызға айналған жауынгерлер Чак Лиддл мен Тито Ортис алып отыр. Жартылай ауыр салмақтың бұрынғы чемпиондары ұзақ уақыт бойы жақсы достар еді. Бірақ бұл достықта UFC матчмейкерлерінің кесірінен бытырап кетті. Себебі сол кездегі чемпион Тито Ортисге қарсы Чак Лиддлды басты үміткер ретінде шығарған болатын. Екі дос арасында жігітше келісім болған, бір-бірімізбен төбелеспейміз деген. Алайда UFC чемпиондығын естетпейді. Олардың алғашқы жекпе-жегі UFC 47 турнирінде өтті. Сол жекпе-жекте Чак Лиддл нокаутпен жеңіске жеткен еді. Екі жарым жыл өткен соң екі жауынгер өзара реванш өткізді. Және де бұл жекпе-жекте Чак Лиддл қайтадан жеңіске жетті. Осыдан соң екеуі де өз жолымен кетті. Бірақ Чак Лиддлді Тито Ортисда чемпиондық белбеулерге қол жеткізіп, атаңызға айналған жауынгерлер ретінде мәңгі еске қалады. Екінші орында TJ Dillashaw және де Коди Гарбрандт. Бұл жайлы біз топ 5 қарсыластық атты видеомызда айтып кеткен болатынбыз. Сол видеоға кіріп қарап кетсеңіздер болады. Бұл қарсыластық біраз жыл бұрын актуалды болған. TJ Dillashaw және де Коди Гарбрандт жақын достар болып, атаңызға айналған UFC жауынгері Юрайя Фейбердің командасы Team Alpha Male'дың басты жұлдыздар болатын. Екі жауынгер бірін-бірі қолдап, бірге спаррингтер өткізіп жүретін.
тіпті бірін-бірі үшін тұрып беруге де дайын болған. Себебі Конор Макгрегор Диллашоуды жылан деп атап, уақыты келгенде команданы тастап, бапкермен қашып кететінін айтқан болатын. Сол кезде Диллашоуды жамандағанына шыдамай, Коди Гарбрандт Макгрегорге қарсы шығып, қақтығыс орын алған еді. Сөйтіп Конордың айтқаны орындалып, Ти-Джей Диллашоу бапкері Дуэйн Людвиг пен Альфа Мейл командасын тастап, өздері арнайы зал ашқан еді. Бұл жағдай Альфа Мейл командасының қалаушысы Юрайя Фейбер мен Коди Гарбрандт үшін ауыр болған еді. Солай бүкіл Альфа Мейл командасы мен Диллашоу арасындағы қақтығыстар орын алды. Ал Коди Гарбрандт Диллашоудың чемпиондық белбеуін тартып алып, өзімізге қайтарамын деген болатын. Біраз уақыт өткен соң, Диллашоу чемпиондық белбеуінен айырылып, Доминик Крузға есе жіберген болатын. Ал доминатор Крузды Коди Гарбрандт жеңіп, чемпиондық белбеуді Альфа Мейл командасына қайта әкелді. Осы кезде Коди Диллашоуды жекпе-жекке шақырып, кек алатынына сөз берді. Алайда қатарынан 2 жекпе-жекте Диллашоу нокаутпен жеңіске жеткен еді. Және де топты басқарып отырған Хорхе Масвидаль және Колби Ковингтон. Бұл оқиға бүкіл әлем көзінше орын алған еді. Хорхе Масвидаль мен Колби Ковингтон UFC чемпиондары атанып, басты жұлдыздар болатынына бірге сөз берген еді. Және де айтқан сөздерінде тұрып, екеуі де жұлдыздарға айналды. Бірақ ақыры екі дос қас жауға айналып, өзара жекпе-жек өткізді. Екі жауынгер 10 жыл бұрын танысып, American Top Team залында басты таланттар болатын. Екі дос бір-біріне көмектесіп, бір үйде бауырлар секілді өмір сүре бастады. Солай екі дос әр жекпе-жек сайын бір-бірінің қасында жүріп, чемпиондыққа жол ашып келе жатты. Бірақ бұл достық ұзаққа бармай, екі жауынгер арасындағы қарым-қатынас өзгерді. Бұған себеп болған Масвидальдің жартылай орта салмаққа ауысып, чемпиондыққа жол ашуы. Осыдан соң Колби Ковингтон мен Хорхе Масвидаль бір-бірімен сөйлеспей, бірін-бірі жамандай бастады. Тіпті екеуі өзара төбелесіп қалған үшін American Top Team залынан қуылған болатын. Алайда Хорхе залға қайта оралған соң, Колби бүкіл залмен дауласа бастады. Тіпті Масвидальдің отбасын жамандап жүрді. Бұдан соң екі жауынгер UFC 272 турнирінде жекпе-жек өткізді. Және де Ковингтонның жеңісімен аяқталды. Бірақ Масвидаль Майами қаласында Ковингтонды ұрып соққан еді. Сол кезде Масвидаль Ковингтонның тісімен жағын сындырған болатын. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қай жауынгер туралы немесе де қандай тақырыпқа видео шығарайық? Комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат арнасы сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.